Сәлем достар, сіздермен бүгін орешка жасаудың ерекше дәмді қылып жасайтын фишкасымен бөліскім келеді. Ол үшін бізге ұн, ерітілген сары май, қант, жұмыртқа және сгущенка қажет болады. Берілген ингредиенттердің мөлшері астыда описанияда жазылады. Алдымен жұмыртқаға қантты, ерітілген сары майды араластырып, кішкене ғана шым-шым тұз себеміз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнымызға разрыхлителді салып, араластырып, ұнды шетінен қосып, араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Соңында аздап қосып, қамырды жақсылап илейміз. Қатты болып кетпеуі қажет қамырымыз. Тестаны дайындап алдық. Енді осындай кішкентай шариктерді дайындап аламыз. Орешкалардың формаларына ыңғайлы етіп толтырып, барлығын бір дайындап аламыз. Содан кейін шетінен пісіреміз. Орешницаларға салып, ешқандай май жақпаймыз. Барлығын салып пісіріп аламыз. Осы рецепті именно өзім көп жерден салыстырып, бір адамнан сұрап алдым рецебін. Өте дәмді болып шығады, және фишкасын қазір айтатын боламын. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Кейбір тесталарымыз көріп тұрғаныңыздай жан-жағына шығып кетіп жатады. Оны уайымдамаңыздар, қазір керек болады. Барлығын пісіріп аламыз. Содан кейін жан-жағына шығып кеткендерді пышақпен қатайып кетпей тұрғанда, қамырымыз кеуіп қатты болып кетпей тұрғанда, піскеннен кейін сразу жан-жағын кесіп, формасын келтіріп қоямыз. Мінекей осылай артық жерлерін пышақпен ойып алып тастаймын. Әдемі формаға келтіріп қоямын. Енді бұл рецепттің фишкасына келетін болсақ, жаңағы көргеніңіздей лакомка деген сгущенканы алсаңыз, өкінбейсіз, дәмі деген ерекше болады. Иристің дәміне ұқсайды, тіске ешқандай тимейді. Соған жан-жағында кесіп алған тесталарымызды ұнтақтап, барлығын сгущенканың ішіне салатын боламыз.
сол кезде орех сияқты болып тұрады, ортасындағы салмасы. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, салмасын дәл осылай жасап көріңіздер. Негізі тек сгущенка ғана салады, мен осы жолы бір рецепттен көргенімді жасадым. Ішіне жаңағы піскен қамырларын бөлек саламыз. Сол кезде өте ерекше болып тұрады дәмі. Жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен бірге болған Толқынай. Менің каналымда бұдан да басқа жеңіл қарапайым рецепттер өте көп. Кіріп каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.